Армысыздар, құрметті көрермендер. Уақыт ТВ арнасы ұсынады. Денсаулық айдары, денсаулығыңызды күтіп жүріңіз. Сіздер үшін пайдалы ақпарат болады деген сенімдеміз. Егер үнемі шаршап жүретін болсаңыз, соңына дейін көріңіз. Каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіз. Көңіл күйіңіз күрт түсіп, жиі күйзеліске түсетін болсаңыз, лезде ауру жұқтырып, салмағыңыздың артқанын байқадыңыз ба? Егер сіз жоғарыда қойылған сұрақтарға кем дегенде біреуіне иә деп жауап берген болсаңыз, демек бұл ойлануға тұрарлықтай жағдай. Себебі аталған белгілер ересектерде Д дәруменінің жетіспейтіндігінен хабар береді. Ал оның тапшылығы болашақта ауқымды аурулардың туындауына себеп болуы мүмкін. Д3 дәруменін біз қалай аламыз? Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, егер адам күніне 15-20 минут күннің астында жүретін болса, Д дәруменінің жеткілікті мөлшерін ала алады. Бірақ та күн көзінде жүру барысында SPF жақпа майларын қолданбау керек. Дегенмен дерматологиялық ақыл кеңестерге қарсы келеді. SPF қолданбай Д дәруменін алу теріңізге айтарлықтай зиян тигізетіні де сөзсіз. Кейде Д3 гамма және осы Д3-ға байланысты Д3-дің таза өнімдерін шығаратын түрлі компаниялар бар. Оның барлығын өзіңіздің дәрігеріңізбен кеңесу арқылы ала аласыз. Уақыттың басым бөлігін бөлме ішінде өткізетін жандарда Д дәруменінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін арнайы жасалатын дәрумендер бар. Иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуіне ықпал етеді. Сондықтан өзіңіздің дәрігеріңізбен кеңесе отырып, Д3 витаминінің қаншалықты екендігіне анализ тапсырып, және соның нәтижесінде дәрігермен байланыса отырып, өзіңіздің витаминдеріңізді қабылдап жүріңіз. Сонда сіздің шаршауыңыз басылады. Сіздермен бірге Уақыт ТВ арнасы. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сақтап алыңыздар.